Саламатсыздар ма ұстаздар, сіздермен ұстаз KZ. Бүгін сіздерге оқушыларды офлайн топқа бөлудің ең тиімді жолымен, ең тиімді әдіс тәсілмен бөліскім келеді. Бұл сайттың аты The Hat деп аталады. Платформаның сілтемесін астына жазып кететін боламын. Осылай установка жасайтын боласыздар. Next батырмасын басамыз. Осы жерге келісемін деп птичка ұрамыз. Келесі Next батырмасын басамыз. Неге бізде установка жасалды? Енді біз осы жасыл батырманы басып, оқушыларды енгізетін боламыз. Осы жерге оқушыларыңыздың атын жазып шығатын боласыздар. Оқушылар тізімі мысал ретінде енгізілді. Енді астындағы осы батырманы басамыз. Бұл оқушыларды айналдыратын болады, яғни араластырып отырады. Енді төбедегі осы шляпаны басатын боламыз. Мінекей осындай бет ашылады. Осы жерде қанша топқа бөлесіз, соның санын жазатын боласыз осы жерге. Мысалы, 2 оқушыдан бөлем немесе 3 оқушыдан бөлем десеңіз, осылай жазып қоясыз. Астындағы батырманы басамыз. Мінекей сізге оқушыларды топқа бөліп берді. Тағы басамыз. Мінекей тағы да басқа оқушылар тізімін жазып шығарып береді. Келесі оқушыларды тағы да айналдырып алып, шляпаны басатын боламыз. 2 оқушыдан бөліп жатыр. Неге? Бұл платформаның тиімділігі офлайн форматта жасалады, яғни интернетсіз оқушыларды топқа бөле аласыз. Бүгінгі платформа сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен ұстаз KZ.